Айыртаудан газ толтыру бекеті мен дәмхана пайдалануға берілді. Халыққа қызмет көрсету нысандары тұрғындардың сұранысын қанағаттандыру үшін ашылып отыр. Өйткені табиғаты әсем өңірге келіп демалушылар саны жыл сайын артып келеді. Гүлнар Сайлауқызының бейнематериалы. Система ИК жауапкершілігі шектеулі серіктестігі көгілдір отын бекетін ашып отыр. Ауылдықтарға көгілдір отын Атыраудан жеткізіледі екен. Қазір газдың 1 литрі тұрғындар үшін 70 теңге тұрса, көлік жүргізушілеріне 50 теңгеден сатылуда. Газ толтыру станциясында 6 адам жұмыс істейді. Получает газ СТО Тенгиз-Шевройл из города Атырау. Біз газды Атыраудан Тенгиз-Шевройлдан аламыз. Ол әлемдегі сұйық отын шығаратын үздік үштіктің қатарына енген. Сонымен қатар біздің тұтынушылар ескі газ баллондарын жаңаға ауыстыра алады. Қажет болса газ плиталарына тегін техникалық тексерісті жүргіземіз. Серіктестік дәл осындай газ бекеттерін 2 облыста ашыпты. Барлығы 15 нысан жұмыс істеуде. Ал мынау Имантау көлі жағасындағы кемеспетті дәмхана көпшіліктің демалатын орнына айналып отыр. Ерекше дизайн келушілердің көңілінен шығыпты. Айыртау өлкеміздің көркем табиғаты аясында туризм қарқынды дамып келеді. Осы саланы нығайтып, өзінің біраз үлесін қосып жүрген Солнечный VIP жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшыларына ризашылығымды білдіремін. Айыртаудың табиғатын тамашалауға Шалқар мен Имантау көлдерінің мөлдір суына шомылуға келетіндердің қатары жыл сайын артып келеді. Демалушылар күннің салқындығына қарамастан еліміздің әр түкпірінен келеді екен. Солнечный VIP деген демалыс орны Имантау ауылындағы өте әдемі жер екен. Қазақстанда бұндай жерлер өте көп. Әрине осындай жерлерді басқа шетелден емес, өзіміздің Қазақстанымызда болса екен деп тілейміз. Бүкіл халқымыз осындай әдемі жерлерді көрсе екен дейміз. Сондықтан өзім бірінші рет көріп тұрмын, өте тамданып тұрмын. Мы гости из Экибастуза. Очень рады, что наш Казахстан дает развитие малому бизнесу и туризму. Мемлекет тарапынан берілген әр мүмкіндікті тиімді пайдаланып жатқан кәсіпкерлер өздеріне ғана емес, халыққа да пайдалы жұмыстарды атқаруда. Бұл әрине ел экономикасы мен әлеуетін арттыратыны анық. Гүлнар Сайлауқызы, Қуаныш Қазбеков, ақпарат.